Семейде жекеменшік үйлер орналасқан кейбір аудандар талай жылдан бері қоқысқа бөгіп жатыр. Бейберекет тасталған тұрмыстық қалдықтардың көптігі сонша жинала үйдей болып үйіліп қалған. Иістеніп шіріп жатқан қалдықтардан құтылуға тұрғындар аттандап көмек сұраудан жалғар емес. Ал шенеуніктер мәселені жеделдетіп шешуге қаржымыз жетпейді деп отыр. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, мына кирпичный ауданда тау болып үйіліп жатқан қоқыстың жатқанына 20 жылға жуық уақыт болған. Әкімшілікке қаншама арыз жазылып, өтініш айтылғанмен ол орындалмай келеді. Кезінде бұл жерде балалар ойнайтын алаң болған екен. Қазіргі күйі мұнау. Тұрғындар тұрмыстық қалдықты түгелдей осында тастайды. Басқа апаратын жеріміз жоқ дейді. Үйлердің іргесіне дейін жеткен үйіндінің жағымсыз иісі қолқаны қабат. Қысы жазы осы боқтық төгіледі. Ешкім бұл жолдың үсті, оның үстіне центральный жолдың үсті, білмеймін қалай енді әкімшіліктер, бастықтар бұған мән бермейтінін ұқпаймыз. Қалаға кіреберіс күре жолдың шетіне үйілген қоқыс күн санап көбейіп барады. Жұртшылық оны бір рет тазалап шығарып, орнына арнайы жәшіктер қойылса деген тілектерін талайдан айтып жүр. Алайда тыңдайтын құлақ жоқ. Таяуда министрлердің алдында сеткі тартып, соны құрып жатты. Сөйтсек, мына мусорды көрсетпеу үшін жасалған әрекеттер екен. Енді бұнымен көпке бармайды ғой. Қалада қоқыс басқан аудан бұлған емес. Қалтарыста қалған бір қатар көшелердің де күйі осындай. Мына жермен біз күнде мектепке өтеміз. Басқа жол жоқ. Аяқ асты осылай шашылған қоқыс. Сенбіліктерде тазалаймыз. Қайтадан осылай шашылады. Жылына Семейде көшелерді бейберекет тасталған қоқыстан тазарту үшін 5 миллион теңгеден астам қаржы бөлінеді. Алайда шаһарды айнада етіп ұстап тұруға бұл жеткіліксіз дейді мамандар. Санадық қанша ақша керек екен. Бүгінгі күнде 5-6 миллион қаражат жетіспейді. 20 миллион шамасында қаржы керек. Бұл жерді түгелмен дұрыстап тазалап тастағанға. Келесі жылға ол ақшаны сұраймыз. Қоқысты қалай болса солай төгетін тұрғындарға қатысты тәртіп сақшылар жыл басынан бері 400-ге тарта әкімшілік хаттама толтырыпты. 1 миллион теңгеге жуық айыппұл салған. Алайда мұнымен қаладағы тазалық мәселесі қалыпқа келмей тұр. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.